Барлықтарыңызға сәлем, құрметті болашақ магистранттар. Бүгін біз сіздермен магистратураның ТГО бөлім бойынша 2025 жылы келу мүмкін сұрақтарды бірге талдайтын боламыз. Есептерді менімен бірге шығарып, формулаларды жаттап отырыңыздар. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Кеттік, бірінші есеп. А шамасы және В шамасы берілген бізде. Біріншісінде А шамасында 7х қосу 5 тең 61. Бұл жерде 7х қалады, 61-дің қасына 5-ті өткіземіз. Енді теңдіктің оң жағына өткен кезде таңбасын ауыстыруды ұмытпаймыз. Плюс болса минусқа ауысады, минус болса плюске ауысады міндетті түрде. Яғни минус 5. 7х тең 61-ден 5 алсақ 56. Енді бұл жерде х табамыз. Х 7-ге көбейтіліп тұрды. 7 енді мына жаққа бөлу болып барады. 56 бөлу 7. Х-міз тең 8-ге. Демек, А шамасы 8-ге тең екен. Екінші, В шамасы. Үлкен түбір, кіші түбір, 81. Түбір астында 81-ден қандай сан шығатынын білу үшін 81 дегеніміз қай санның квадраты, соны еске түсіреміз. Әрине ол 9 санның квадраты. Квадраты дегеніміз 9-ды 9-ға көбейткенде бізде 81 шығу керек деген сөз ғой. Енді түбір мен квадратты қысқартып жібереміз, сонда бірінші түбірден бізде кішкентай түбірден 9 шықты. Енді жалпы түбірі бар, 9. 9 дегеніміз әрине 3-тің квадраты. Түбір мен квадрат қысқарады да, бізде қалады 3. Демек, А шамасы 8-ге тең, В шамасы 3-ке тең. Көріп тұрғандарыңыздай, А шамасы бұл жерде үлкен екен. Келесі екінші есеп. Х минус 4, бір жақшаның ішінде көбейтілген х плюс 4, плюс 16 тең 0 дейді. Бұл А квадрат минус Б квадратқа келеді, бірақ жалпы ол формуланы білмейтіндер үшін фонтан әдісі арқылы шығарып көрейік. Бірінші х-ті мына келесі жақшаның бірінші санына, одан кейін екіншісіне көбейтеміз. Минус 4 одан кейін біріншісіне, одан кейін екіншісіне көбейтеміз. Осы тәсіл арқылы бірінші жақшаны ашып аламыз. Х-ті х-қа көбейтсек, А шамасында х-тің квадраты. Х-ті плюс 4-ке көбейтсек, плюс 4х. Минус 4-ті х-қа көбейтсек, минус 4х. Минус 4-ті плюс 4-ке көбейтсек, бізде минус 16 болады екен. Және жақшаның сыртындағы 16-ны ұмытпаймыз, плюс 16 бар. Тең 0. Енді қысқаратындар болса, сразу осы жерден қысқарып тастайық, плюс 4 пен минус 4 қысқарады, таңбалары қарама-қарсы. Минус 16 мен плюс 16 қысқарады. Сонда бізде тек қалды х квадрат тең 0. Бұл жерде х-міз тең 0-ға екен. Бірінші А шамасында 0 болды. Екінші В шамасын есептейік. 5-тің кубы азайтылған 125. Куб дегеніміз не? Куб дегеніміз сол санды өз-өзіне 3 рет көбейту. Яғни 5-ті 5-ке көбейтсек 25, оны 5-ке көбейтетін болсақ 125. 125-тен 125-ті азайтсақ, әрине бізде шығады 0. Демек, А шамасы да В шамасы да 0-ге тең. Келесі үшінші есеп. А шамасында М және N параллель болса, М және N параллель, Y бұрышының бұрыштық мәні. Мына жерді табуымыз қажет. Қарасаңыздар, мына жер жазыңқы бұрыш. Жазыңқы бұрыш әрқашанда мына ішкі бұрыштарын табу алу үшін осы жерден бастайық. Әрқашанда 180-ге тең. Яғни мына жері 2х болатын болса, мына жері 180 градус азайту 2х қой. Дұрыс па? Мына жердегі нүктесі. Енді мына жердегі бұрышты табайық. Мына жері 3х болса, мына жердегі бұрышымыз 180 градус азайту 3х. Мына жері белгілі етакта 40 градус екендігі. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде тең 180 градусқа. Енді мына 40-ты 180 азайту 3х, 180 азайту 2х барлығын қосып 180-ге теңестіреміз. Сол кезде х табылады. 40 градус қосу 180 градус азайту 3х. Оған қосамыз 180 градус азайту 2х-ті. Тең бұның барлығы 180 градусқа. 180 градусты былай өткізейік, х-тарды былай өткізейік. Сонда бізде 40 градус қосу 180 градус. Мына минус 3х пен минус 2х, 2 минус бір-біріне қосылады да, минус 5х болды. Енді минус 5х-ті мына жаққа жібергенде плюс 5х болып өтеді. Плюс 180 градусымыз бар мына жердегі, и мына 180-іміз минус 180 градус болып өтеді мына жаққа. Тең бағанағы 5х-мыз. Енді минус пен плюс таңбалы қарама-қарсылар қысқарып кетеді. Бізде 40-қа 180-ді қоссақ 220 градус тең 5х.
Енді бұл жерден x-ті тауып алатын болсақ, 220-ны бөлеміз 5-ке. X-мыз тең 220-ны 5-ке бөлсек 44 градус болады. Демек, x-мыз тең 44-ке екен. Енді қарасаңыздар, мына жерде параллелограмм болып тұр ғой, мына бұрышы, былай қиған кезде. Мына бұрыш пен мына бұрыш бізде 180 градусты беру керек. Қараңыздар. Енді мына 3-тің қасына x қойып, қанша градус екендігін анықтап алайық ана жерге. Сөйтіп соны 180-нен алып тастаймыз. 3 көбейту 44, бұл бізде 132-ні береді. Енді осыны 180-нен алып тастасақ, 132-ні сонда біздегі y-дағы бұрышымыз шығады. Бұл бізде 48. Демек, y-іміз тең 48 градусқа екен. Түсінікті ғой, келесі v шамасын есептейік. 4x минус 42 тең 150. 4x тең 150 қосу 42. Минус 42 плюс 42 болып теңдіктің оң жағына өтті. 4x тең 192 болады, екеуін қоссақ. Мына көбейтіліп тұрған 4-іміз қасына бөлу болып барады. X тең 192 бөлу 4. X тең сонда 48 болады екен. Демек, A шамасы да, V шамасы да бізде 48-ге тең. Ол A нұсқасы. Келесі минус модуль ішінде x квадрат плюс 2. Енді қараңыздар, мына жерде жақшаларды ашуымыз керек. Жақшаны ашпас бұрын оның алдындағы таңбаға мән береміз. Алдындағы таңба минус болатын болса, жақшаның ішіндегі сандардың барлығының таңбалары өзгереді. Мына плюс болса минусқа ауысады, минус болса плюске ауысады. Минус x квадрат ауыстырдық, плюс 5. Минус x квадрат минус 7. Модульді жабамыз, енді кеттік. Мына жерде қысқаратындар болса қысқартайық, давайте. Плюс x квадрат пен минус x квадрат қысқарады. 2-ке 5-ті қоссақ 7, 7-тен 7-ні азайтып жіберсек, бізде қалады 0. Сонда бізде қалып тұрғаны минус x квадрат қана. Модульдің ішінде минус x квадрат бар. Енді модуль әрқашанда минус таңбаны жеп қояды. Модульдің ішінен ешқашанда теріс сан шықпайтындығын ескеретін болсақ, мына жерде оң таңбалы x квадрат шығады. Модульдің сыртындағы минусқа ешқандай әсер етпейді. Яғни минус қалады ол модульдің сыртындағы, и x квадрат плюс болып шығады. Сонда бізде минус x квадрат деген д нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. Түбірасында x куб азайту 6, оған көптеміз түбірасында x куб плюс 6. Ол кіші 180-нен теңсіздігінің шешімі. Бұл жерде a квадрат минус v квадрат формуласына келіп тұр. A минус v, a плюс v. Есептің мына түрмен сәйкес келеді. Енді біз бастапқы түріне көшіруіміз керек мына жерге. Яғни, түбірасты x-тің a-ның орнында x куб тұр ғой. Азайту 6-ның v-ның орнында 6 тұр, 6-ның квадраты. Ол кіші 180-нен. Енді квадрат пен түбірді қысқартып жібереміз. Сонда x куб минус 36 болады. Ол кіші 180-нен. Енді x куб минус 36-мыз плюс 36 болады да, мына жерде 216 деген сан пайда болады. Енді мына кубтан құтылу үшін 216 дегеніміз қай санның кубы екендігін есімізге түсіреміз. Әрине ол 6 санның кубы. 6-ны өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсаңыздар, 216 деген сан шығады. Сонда x-міз кіші 6-дан. Енді мына түбір теңсіздікті шешкен кезде естеріңізде сақталатын бір қасиет, ол түбірдің астынан ешқашанда теріс сан шықпайды. Сол себепті мына түбірдің астында x деген санымыз үлкен немесе тең 0-ден болуы керек міндетті түрде. Бұл біз екінші нүкте ретінде қарастырамыз. Координата өсіне сызайық. 0. Мына жерде 6 бар деп есептейік. Енді x-міз кіші 6-дан. Меншіксізге қарай барады. X-міз үлкен 0-ден. Плюске қарай барады. Немесе тең 0. Демек, бізде жауабы мына аралық болады. Енді қараңыздар, үлкен немесе тең, кіші немесе тең деген таңба тұратын болса, бізде жақша міндетті түрде тік болады. Ал кіші немесе үлкен деген таңба тұратын болса, онда жай болады. 0-де міндетті түрде тік жақша болады. Тік жақшадағы 0 және жай жақшадағы 6-ға дейін. Мына таңбасын қарасаңыздар. Осыны жауапты белгілейміз. Ол бізде Е нұсқасы екен.
Келесі. Егер m және n оң бүтін сандар үшін 2-ның 18 дәрежесі көбейтілген 3-тің m дәрежесі тең 12-ның n теңдігі орындалса, онда m санының мәні дейді. 2-ның 18 дәрежесі көбейту 3-тің m дәрежесі 12-ні 2 мен 3-ке жіктейге. Ол дегеніміз 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі. 2-ның 2 дәрежесі 4-ке тең, оған 3-ті көбейтсек 12 болады. Және оның жақшаның сыртында n деген дәрежесі бар. Оны жеке-жеке көбейтетін болсақ, былай ашылады. 2-ның 2 n дәрежесі көбейтілген 3-тің n дәрежесі болып. Енді теңестіреміз. 2-ның 18 дәрежесі тең 2-ның 2 n дәрежесі. Мына негіздерін жойып жібереміз. Сонда 2n тең 18. Бұл жерде n-ді табатын болсақ, 18-дің қасына көбейтіліп тұрған 2 бөліп болып барады да, оны 18-ді 2-ке бөлсек, бізде шығады 9. Яғни n-міз тең 9-ға 3m дәрежесі тең 3n. 3 пен 3 қысқарады да, m тең n тең ол 9-ға. Демек, 9 деген жауабы бізде дұрыс жауабы екен. n тең 3n қосу 2 сандық тізбегінің a4-ші, a2-ші элементтерінің ең үлкен ортақ бөлгіші, яғни ең үлкен ортақ бөлгіші a4, a2-ның мәні дейді. Бірінші, мына жерге 4 қоямыз, одан кейін 2-ні қояйық. 4 қойғаннан кейін n орнына 4 қойып шығып жатыр қой. 3 көбейту 4 плюс 2. 3 4 12, оған 2 қоссақ 14. a2 екіншіні қойып жатырмыз. 3 көбейту 2 қосу 4. 6, 2, кешіріңіздер. 6 оған 2 қоссақ, бізде 8 болады. Енді осы екеуін жіктейік. 14 және 8 деп. 14-ті ең бірінші қараңыздар, ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселігін барлығын тапқан кезде, біз міндетті түрде осындай стоп сызып, бірінші ең кішкентай сан 2-ден бастап бөлеміз. 2-ге бөлеміз. 14-ті 2-ге бөлсек 7. Енді уже 7 2-ге бөлінбейді. Сол себеп 3-ке, 4-ке, 5-ке, 6-ға ешқайсына бөлінбейді. 7-ге бөлінеді. 1 болады. 1 болып қалғанша жалғастырамыз. 8 2-ге бөлеміз, бөлінеді, 4 болады. 10 тағы да 2-ге бөлеміз, бөлінгеннен кейін 2 болады, 10-ны тағы да 2-ге бөлеміз. Сонда 1 болады. Енді екеуінде де бар санды жұптастырамыз. Мынада да 2 бар, мынада да 2 бар бөлгіштерінде. 2, 1 ғана жұп болып тұр. Демек, бұлардың ең үлкен ортақ бөлгіші 2 болады екен. Мына, жауап бар ма осында? Иә. Ең нұсқасы дұрыс жауап екен. Келесі. Егер бұрыштардың барлығы 90 градус болса, онда келесі фигураның периметрі дейді. Қараңыздар, егер бұрыштардың барлығы 90 градус болатын болса, ол міндетті түрде шаршы деген сөз. Демек, қараңыздар, шаршының периметрінің формуласы P тең 4 көбейту A. Любой бір қабырғасын 4-ке көбейте саламыз. Міне, бізде 200 мына қабырғасы. Демек, P тең 4-ті көбейтеміз 200-ге. Сонда бізде шығады 800. 800-ге тең екен. Осындай жауабы бұл бізде Е нұсқасы екен. Дәл осы секілді нұсқа талдау сабақтарымен жеңіл тілде түсіндірілген математиканың тақырыптық сабақтар менің толық дайындық курсында бар. Курсқа жазылу үшін төмендегі WhatsApp нөміріне жазыңыздар. X плюс 5 көбейту 7 тең 3 көбейту X минус 3 теңдеуінің шешімі дейді. Мына жерде жақшаға көбейтіліп тұрғандықтан фонтан әдісі бағанағы арқылы көбейтіп шығамыз әрқайсына. Мына 3-ті де былай-былай. Көрдіңіздер ғой, жақшаның сыртында 1 сан тұрса, осылай көбейтеміз. 7-ні x-ға көбейтсек 7x, 7-ні 5-ке көбейтсек 35. Жақшаны аштық. 3-ті x-ға көбейтеміз 3x, 3-ті минус 3-ке көбейтеміз минус 9. Енді x-ларды мына жаққа жинайық, и сандарды мына жаққа жинайық. 7x-тің қасына плюс 3x-міз минус 3x болып келеді. Минус 9-ның қасына плюс 35-міз минус 35 болып келеді. Яғни 7x-тен 3x азайтсақ 4x, минус 9 минус 35 екеуі қосылады, минус 44-ті береді. Енді бұл жерден x-ті табатын болсақ, минус 44-тің қасына 4-іміз бөлу болып барады. Сонда x-міз тең болады екен минус 11-ге.
Демек Д нұсқасы бізде дұрыс жауабы екен. Келесі. Егер f at x тең 3x квадрат минус bx плюс 1 және f минус 1 тең 5 аралығында болса, онда f1-дің мәні дейді. Бұл жерде бірінші минус 1-ді қойып шығамыз. F x-тің орнына, минус 1 тең 3, x-тің орнына қойып жатқандықта минус 1-ді. Мына жерде x-тің бәріне минус 1-ді қойып шығамыз ғой. Түсінікті ма? 3 көбейтеміз минус 1-дің квадраты, x квадрат қой, минус bx плюс, b көбейту минус 1 болады, плюс 1. Енді f минус 1 деп алайық. Тең 3-ке, мынау минус 1-дің квадраты 1-ге тең, 3 болады. Минус 1 мен b-ны көбейтсек, плюс b плюс 1. Сонда f минус 1-міз тең 4 қосу v болады. 3 пен 1-ді қоса салдық қой. Енді бұлар тең дейді 5-ке. Бұл жерден v-ны табамыз. V тең 5-тің қасына 4-міз минус 4 болып барады, 1 болады. V тең бізде 1-ге екен. Енді f1-дің мәнін f1-ді қоямыз мына жерге енді. Алып барамыз. f1 тең 3 көбейту 1-дің квадраты минус бағана b деген бізде 1-ге тең болды ғой. 1 көбейтеміз, мына жерде x-тің орнына мына 1-ді қоямыз. 1 соңында қосылған бізде 1 бар. f1 тең 3-тің өзі шығады екен, 3 минус 1 плюс 1 дейікті. Сонда бізде 3 деген жауап. Ол D нұсқасы екен. Келесі. Егер с үлкен а және к кіші а болса, онда келесі тұжырымдардың арасындағы дұрыс тұжырым дейді. Бұл жерде қараймыз. S, мысалы, бұл бізде ең үлкен болып тұр. К ең кішісі болып тұр, А ортаншысы. Мысалға, енді дәл осындай сандар шықпаса да, давайте с-ны 5, к-ны 1, а-ны 3 деп алып көрейікші. К минус а деді. Яғни 1 азайту 3. Мысалға, бұл мысал, бірден 3-ті азайтатын болсақ, минус 2 шығады. Яғни мына жерде міндетті түрде минус сан шығу керек. Демек, мынау бізде жарамайды. Келесі, в а минус с. А деген мына жердегі сандарды өзіміздің ойымыздан алып жатырық, түсінбей қалмаңыздар. А минус с деді. Яғни 3 минус 5. Бұл жерде де минус 2 деген теріс сан шығады. Яғни мына жерде де мынау оң сан шығып тұр, сол үшін жарамады. Мына жерде теріс сан шығу керек, бірақ оң сан шығып тұр, бұл да бізде уже жарамайды. Келесі, s минус а. Яғни 5 минус 3. 5 минус 3 дейік. Бұл жерде 2. Яғни оң сан шығу керек. Мына жерде беріп қойған бізге теріс сан. Демек, мынау да жарамайды бізде. s минус 5 минус кама, яғни 1. Бұл жерде 4 деген сан шығып тұр. Яғни бізде оң сан шығу керек, бірақ мына жерде тағы да минус сан шығып тұр. Жарамайды. Енді а минус к. А бізде 3 минус 1. К дегеніміз 1-ге тең. 3-тен 1-ді алсақ 2. Яғни бізде шартты қанағаттандырып тұрған ең соңғы ең нұсқасы екен ғана. Міне, бұда да оң сан шығып тұр, мына жерде де оң сан шығып тұр. Келесі, кестеде өзендердің ұзындықтары көрсетілген. Ұзындықтарының қосындысы Ніл өзенінің ұзындығынан кем болатын 2 өзен аты. Мына жерде қарайсыздар да, ең кішкентай 2 өзенді қосыламыз ғой. Мысалы, бізде ең кішкентай Ефрат 1700, Еділ 2300 ба? Еділ 2300. 1700-ге 2300-ді қосамыз, бізде 4000 болады. Олар екеуінің қосындысы Нілден кішкентай болса, яғни дұрыс жауап дейсіз ғой. Әрине 4100-ден 4000 кішкентай. Сол себепті Ефрат пен Еділ деген жауап бізде дұрыс жауап екен. Өте оңай есеп екен. 13-ші сұрақ. Y бұрыштың мәні дейді. Бұл жерде 3 бұрыш берілген, тағы да сол 3 бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы бізде 180 градус болу керек, алдындағы сабақта айтқандай. Демек 3а қосу 5а қосу а. Бұл бізде тең 180 градусқа. 3аға 5аны қосақ 8а, оған 1аны қосатын болсақ 9а. Тең 180 градус. А тең 180 градус
бөлінген 9. Көбейтіліп тұрған 9 180-нің қасына бөлу болып келді. Бұл жерден аны табатын болсақ, 189-ға бөлсек 20 болады екен. Демек, мына жердегі А бұрышымыз бізде 20-ға тең екен. Енді бізде вертикаль бұрыштар деген бар. Ол қарама-қарсы жатқан бұрыштар. Мына мен мына бұрыш бір-біріне қарама-қарсы жатыр, яғни бұлар бір-біріне тең деген сөз. Мынау 20 градус болса, мына жері де 20 градус екендігі бізге белгілі болады. Демек, осындай ответті іздейтін боламыз. Бізде Y бұрыштың мәні 20-ға тең екен. Бұл бізде Е нұсқасы. Келесі, 143 оқушыдан сауалнама жүргізгенде 68 оқушы алгебраны және сонша оқушы химияны жақсы көретінін, ал 80 оқушы физика пәнін жақсы көретінін айтты. Соның ішінде 28 оқушы алгебранда, химияны, ал 35 оқушы алгебранда, физиканы, ал 30 оқушы физиканы, химияны және 20 оқушы осы пәндердің үшеуінде жақсы көретінін айтты дейді. Тек қана алгебра мен химияны жақсы көретін оқушылар саны. Қараңыздар, мынау алгебра және химияны жақсы көретіндер саны бізде мына жерде 28 оқушы, мына 28 оқушы алгебранда, химияны жақсы көреді деп тұр. Алгебранда, химияны и физиканы жақсы көретін оқушылар саны мынаның ішіне кіріп кетіп тұр. Демек, олардың саны бізде қанша? 20. Осыны алып тастаймыз. Сол кезде бізде тек алгебра және химияны жақсы көретін оқушылар саны шығады. Демек, 28-ден 20-ны алатын болсақ, бізде 8 оқушы. Нақты 8 оқушы алгебра мен химияны жақсы көреді екен. Бұл бізде С нұсқасы екен. Келесі 15-ші сұрақ. АВС-да тіктөртбұрышы берілген боялған фигураның ауданы. Битек, алдымен тіктөртбұрышының ауданын тауып алайық. Одан кейін дәл қақ екіге бөлініп тұр мына жерде. Екіге бөлейік. Сол кезде екіге бөлінген мына жердегі аудан шығады ғой. Одан мына жердің ауданын алып тастайық. Сол кезде мына жер шығады бізде. Оны көрейік. Тіктөртбұрыштың ауданның формуласы бізде S тең А көбейту В. А дегеніміз, міне ені деп алайық. Бізде 6 және 1 болып тұр, 7 болып тұр. В деп ұзындығын алайық, мына жерін. 8-ге 4-ті қоссақ, 12. Демек, ұзындығы 12-ге тең. 7-ге көбейтеміз 12-ні. 7-ге 12-ні көбейтсек 84 болады бізде. Енді қараңыздар, мынау дәл ортасынан бөлініп тұр ғой. Сол себепті мен 2-ге бөліп жатырмын. Не үшін 2-ге бөліп жатсыз дейтін болсаңыздар. Бұл жерде 42 болады. Енді мына жердің ауданын табайық. Мынау тікбұрышты 3 бұрыш. Оның ауданның формуласы S тең 2-ден 1 көбейтілген А катеті, оған көбейтеміз В катетін. Демек, 2-ден 1, А бізде теңнен қарасаңыздар 6-ға, В бізде тең 8-ге. 6 көбейту 8, 2-ден 1, 6-ға 8-ді көбейтетін болсақ бізде 48 болады. Екеуін қысқартамыз 24, сонда 42-ден азайтамыз. Мына жердегі жартысын бөліп алдық қой бағанағы мына. Мына жері 42, мына жағы общий 42 болған. Енді осы 42-ден мына жерді алып тастасақ, мына жеріміз шығады. Боялған бөлігі ауданы 24. 42-ден 24 алсақ, бізде шығады 18. Демек, боялған фигураның ауданы 18-ге тең екен. С нұсқасы дұрыс жауабы. Осымен бүгін сіздерге арналған видео сабағым аяқталды. Комментарийға түсінікті болса, сұрақтарыңыз болса, қандай есептер туралы шығарсам болады келесі сабақта, соның барлығын төмендегі комментарийға жазып кетіңіздер. Алдағы тестте сәттілік. Менің онлайн курсыма қатысу үшін және курс бойынша ақпарат алу үшін менің төмендегі WhatsApp номеріме хабарласыңыздар. Скидкалар жағы қарастырылған. Міндетті түрде сізді күтемін.